Армысыздар, көрермендер. Белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың желіде екінші әйелі бар екені туралы ақпарат тараған болатын. Осы ақпаратқа сәйкес жақында Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі деп аталып жатқан келіншек халықтың алдына шығып видеода үндеу жасады. Яғни ол бірінші видеода халықтан кешірім сұрады, және одан кейін өзінің Қабатовтың әйелінен, яғни Мөлдір Мұқановадан қысым көріп жатқанын айтып, және оның жұмысына кедергі жасап, жұмысына кесірі тиіп жатқанын айтқан болатын. Жоқ, келе жатырмыз ауылға, шағып алмасын, араңыз. Байқаңыздар, қараңыз. Бізді келе жатыр балаңыз. Қарсы алыңыз, анаңыз. Сосын ұйықтап таламыз. Шайдан отырып аламыз. Салаттан жеп аламыз. Ақындықта талғам жоқ дейді ғой, біздің ақындық осындай енді. Ақындықта талғам жоқ. Мен атылған оқ. Барғам жоқ. 40-қа келіп атылған оқ. Дұрыс Айнұр. Болсын, әрқашан қарның тоқ. Иә, міне бір пакет тамақ. Ол болады. Айнұр сестраңнан келген салатын же, Айнұр сестраңнан келген салатын. Ой, рахмет өткен. Бұның аты салат. Тәтті болады. Тәтті болып қалады. Иә. Ненің? Саламатсыздар. Бай. Мен осы Мұхтархан деген жігіт қайда екен деп отырғам. Мына жігіт келмей жағдайың солмай қалды. Қалайсың, амансың ба? Өткендегі проводник қой біздегі. Біз тағы да түсіп қалдық осында. Сіздерге Не деген сыйлық. сіз ашып қараңыз негізі. Мен ашып қараймын. Алып ал. Қалай күшті. Қара. This about. Жұмдер шоколад бірдеген сұрау деме, мәссаған. Мұхтар қақардай күшті жігітсің сен. Ұлы жасыңыз ақ болсын. Сен Амратқа қатысқан жігітпен біргесіз ба? Жоқ. Қойш. Басқа. Бізге мұндай Жаный адам. осы шоколад кім береді бізге? Айдана жаным қыл жайнатып қойыпты. Осы үйдің үлкен қыз. Біздің үйдің Айнұры. Самаурын қайнайды, дастарханым жайнайды депті. Кім айтты? Мөлдір айтты, Айдан айтты. Әйтпесе Айгүл қайдан айтты. Ал біз Рита дәдем шайын ішіп, Айдан ай сәуле сіңілдеріміз бәрі күтіп жатыр. Дархан Балалар тыныш ойбай болып Иә. Бұл жерде құдағы жезқазғаннан келген құдағилары және бұл жерде қарындастары, апалары күшті болып. Айсұлтан келді. Айсұлтан бар, бәріміз осындай күшті. Кигіз үйдің ішінде осындай керемет күтіп алып жатыр, иә. Сіңілдеріміз ойбай, сіңілдеріміз жүріп жатыр. Күшті, рахмет сіздерге, үйлеріңізде той болсын, жүрген жеріміз той болсын. Дархан аға, Рита дәде сіздерге еркелеп, біз осылай жүре берейік, көңілдеріңіз кең болсын. Қандай күшті. Бұл біздің балалық шағымыздың әдемі көрінісі. Бұл біздің үй. Мына менің киім. Астық пирожки жасап қойыпты, анаң қара. Тамақ енді ол әлбетте ғой, әлбетте. Күшті. Бағада отырып шай ішіп отырмыз. Ай,
Еламанның атын менің папам қойған, елің аман болсын деп, атыңды қойдым Еламан деп. Иә? Біздің үйіміз. Осы үйде тұрдық біз, осы үйде өстік. Біздің жақта бұны шашала дейді. Летнитті шашала дейді бізде. Сол. Қызық, иә, Еламан? Сен папаның кіндік баласысың ғой? Айналып келгенде осы үйде сен қалдың, хозяин болып, иә? Иә, көкесінің баласы саған қалдырып кеткен ғой бұл үйді. Күшті. Үйдің қою айыраны, үйдің қою қаймағы. Тоң майға піскен бауырсақ. Сармай. Ауылдың әдемі көрінісі. Күшті, ля-ля-ля. Таңғы сағат 9. 7-де тұрдық, ерте келеміз деп. Ауылдан 30 шақырым жерде осындай әдемі жер бар. Торғайдың суы балтатқан, балығы майтатқан деген екен. Кофемізді құшақтап жұмысқа кеттік, достар. Амантая бен жұлдыз болады. Амантая бен жұлдыз болады. Мағынасын түсіндіңіз ғой? Бізде бүгін үш жерде выступлениялар жасамадық болсам. Біраз қуаныштардың куәсі болуға бара жатырмыз. Мөлдірдің оқырмандарға бір сәлем. Торғайлықтарға сәлем айтыңызшы, торғайлықтарға. Торғайлықтар. Арқалық, Амангелді. Амангелді. Иманов. Бір сәлем. Бір сәлем. Ал сіздер байқадыңыздар ма? Осы кісі мен сторисімді көрсе, сәлем салады. Постоянно сәлем. Мен вообще постоянно сәлем салам. Ой, красота! Вот, пожалуйста. Екеумен әңгімелесіп серуендеуге шықтық. Түркістан жайлы ақпарат беру жұмысы ертең басталады бізде. Бүгін демалып. Жайланып, жақсы демалып алыңыздар, ештеңе алаңдамаңыздар деді. Осындай жермен таныстыратын боламыз. Отельге бара жатырмыз. Мына біздің жатқан демалыс. Осы жер, отеліміз үшін. Осы жерде орналастырды бізді.